Когда әпшеңмен жігітпен кездесуге бардың? Әпше? Тұрыңыз, мұндай емес еді ғой сіздің? Қазір жесеңмен жолуға барам. Не ырма типі біле айтып тұрма, түсінің ба? Қалайсың жаным? Қалай, сіз отағасы? Жақсы. Бүгін қайда барамыз? Біз бірінші мешітке барамыз, сосын кітапханаға барып кітап оқимыз. Ой, ақылдымсың. Жарайды. Жан, Ау. осы ше, біз ана шұбыртып мың адамға той жасамай, сол ақшаны қайта өзімізге инвестицияға құймаймыз ба, я? Жан, маған тариф сап берші. Ол қанша болады ол? 27 мың теңге. Жындысыңдар ма сендер? Тариф прода 2990 теңгеден басталады. Тариф актив, билайн, алтел, любой нөмірге шарт береді. 2-3 минутта қосып береді, содан сабақ аласыңдар. Жезде шыныңыз айтыңыз, әпшенің қай жеріне ғашық болдыңыз? Мінезіне ғашық болдым. Ақылдылығына ғашық болдым. Мектеп оқымаған ғой? Адалдығына ғашық болдым ғой мен. Тоқайыппен ғана жүрмеген ғой? Қылығына ғашық болдым ғой. Когда мамаң айтқан қызды сәл ұнатып асығып сырға сап қойдың. Қалайсың? Сырғанған сен? Ламырт өткізіп жедім. Сен жындысың ба? Аманаттық бердік қой, ертең тұрмысқа шығамыз деп тақтық көзі. Өбай, не болып әпере саласың ғой? Сонша әңгіме қып оны. Не ішіп жатыр машинадан? Жаңа темекі шеккенімше соны еш шығарып, тамақтан кейін зор кетеді да парламент силберді. Айтпайсың ба бұрын темекі шегетін сырға салмайтын ғой мен? Ренат, сол айтатын нәрсе ма? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Мынау кім? Жігітім ғой? Қуасың ба? Айтпайсың ба ертірақ сырға салмайтын ғой? Оля, Ренат, не жырғып жүрмін, сол айтатын нәрсе ма енді? Ебайт, айтатын нәрсе ғой. Ертең бірге тұрмайтын шығармыз сөйміз. О, бірге тұратын болдық. Ит алып қойдым саған. Yes! Тариф сап берші. Оны өздеріңе сабаласыңдаршы. Тариф про дейтін баршы 2990 теңгеден басталып тариф. Актив, билайн, теледва, любой нөмірге сап береді. 2 минутта қосып береді. Арзан ше, короче. Рахмет, брат. Сау ешкес. Жалпы түсініп тұрсың ба? Мен сырға сап қойғам. Былай негізі менің бірдеңе барып жатыр ма? Не болыпты, брат? Сен сәл ойланып көрсей, онда мен бәйбішес мен ажырасам еш. Давай. Онда мен сенімен бірге барам, брат. Мә. Жаңа қыздармен бір жаққа барып қайту керек еді. Болды жаным, Дубайға барып келсей, билетін жібер, өзім төлеймін. Жаңа қыздармен паркке барып қайтайыншы. Бармайсың. Көтін қысып отыр үйде, сосын бірге барамыз. Әдемі фонға суретке түсу керек еді. Онда ертең тауға барып кетейік та. Ертең күн саған арнадым онда. Жан, акиматпен бір суретке түсірші. Тентексің ба? Түспейсің? Не қылмақшын? Инстаграмға салмақшын ба? Инстаграм жауып тасташы. Неғып па демейді. Парк әдемі болып кетті. Қарасаң көзің тоймайды. Қаяқ қарап атсың сен? Жігіттерге қарап атсың ба? Бір ұрайын ба? Мына жерге жайша келдік па? Кеше көрдік қой да киноны? Кинотеатрдан көрдік қой. Сол жақта жақсы еді ғой негізі. Сағыз жайша шайнап отырсың ба? Или аузың саси ма? Жоқ, ересек адамбыз. Ересек адам екен. Екеуміз ғана. Достарым шақырайын ба? Балдарды? Не қойсың? Жоқ. Екеуміз ғана. Қалай олай? Маған ба? Сәл бір түрлі емес па? Жоқ. Сол енді өйні түсініп тұрған шығарсың жан. Сол түсінгенде сол не айта алмайсың? Айтшы, мен сол түсінбей жатырмын. Бір не қылмадық па? Не ол, не қылмадық па? Мама папа ойнап жүрік та жан. Туғандай, отырып ойнай берейік ше. Қалай ойнайды оны? Отырып ыңғайсыз ше? Жатып қана ойнайық та. Онда Жат. мен қазір светті өшіріп келе салайын, а? Күте тұр, а? Тез келерін. Болды. Ой, Ой, ептаймайды қазіргінің жігіттерінің бәрі займа болма. Бергені ақой.